қазақ ешқашанда сыпайылықтан айырылмайды. Бұл біздің қанымызға, табиғатымызға, дінімізге, тәрбиемізге біткен нәрсе. Бірақ өзімізді өзіміз көрсету, әлемге танымал мемлекеттің мойнына артып қоюды дұрыс емес. Сондықтан мен ерекше ризашылығымды білдіремін. Қазақ аналары дәстүрлі жол деген республикалық қоғамда бірлестік. Осы сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз. Енді білесіздер қандай қалада тұрып жатқандарыңызды, мұның тарихы қалай болғанын. Сондықтан ешкімге ренжітпей, қазақ барлық елге бауыр болған, туыс болған, бірақ та сол қазақтың ерекше жүрегінің, табиғатының, біздің сана сезіміміздегі қанымыздағы сондай қасиетті басқа ұлттардың өкілдері көп жағдайда түсінбейді, ол ұғынбайды. Оған ренжуге де болмайды. Өйткені мен бір нәрсені түсіндім, біз ерекше халықпыз. Бізді басқа халықтармен салыстыруға болмайды. Басымызды көп көтерудің қажеті жоқ, өйткені қазақ өз орнында, өз деңгейінде тұрған халықтардың бірі. Сондықтан сіздерге ризашылығымды білдіріп, бүгін енді көпшілік біздің айлықпен қосылып айтысқа, ең бастысы сіздерге сол марапаттарды беріп, бір құттықтап өтіп, өзі бір ерекше құрметті